Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кешкі асқа арналған көрінісі ерекше, жасалу жолы қарапайым жаппасай тағамын дайындаймыз. Менің каналымдағы пайдалы рецептерді жіберіп алмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Және сіздер де үйде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ет, пияз, картошка, сәбіз қажет болады. Бізге қажетті заттардың барлығын видеода көрсетілгендей рет-ретімен турап дайындап аламыз. Бізге қажет заттардың барлығын турап алдық. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен табаға 1 стакан су, тұз салып, артына жұмыртқамызды жарып, қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, июі қанғанша жарты сағатқа қалдырамыз. Қазанымызға май құйып, қызған соң етімізді салып, жақсылап араластырып, бір шама қуырып аламыз. Артына пиязды салып, 2 минут қуырамыз. Осылай рет-ретімен сәбізімізді салып, артына картошкамызды салып, бір шама қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, укроп, қара бұрыш, лавр жапырақтарын укропымызды салып араластырамыз. Үстінен томат салып, 1-2 араластырып, үстіне 2 стакан су құйып, қайнаған соң баяу отта бетін жауып, 1 сағат қайнатамыз. Июі қанған қамырды орташа қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырдың үстіне май құйып, қамырдың бүкіл шетіне тегіс жайып шығамыз. Май жағылған қамырды оқтайға орап,
қамырдың ортасынан бөліп, видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп шығамыз. Кесілген қамырларымызды қайнап тұрған подливтің үстіне қойып, бетін жауып, баяу отта 1 сағат пісіреміз. Осымен біздің жаппасай тағамымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап дәмін көріңіздер. Ас болсын.